Құрметті әріптестер, электронды оқулықтармен, PDF форматындағы документтермен кей жағдайда жұмыс жасау қиын болып жатады. Кейбір кедергілерге тап боламыз. Яғни біз электронды оқулықтардағы немесе PDF форматындағы документтерден керекті мәліметтерімізді, ақпараттарымызды, қажет бөлімдерін белгілеп, оны қиып ала алмаймыз, көшіріп ала алмай жатамыз. Сондай кезде не істеу керек? Олармен қалай оңай тиімді жұмыс жасау керек? Осы сұрақтардың жауабын білу үшін менің видеомды соңына дейін көріңіз және ұнаса лайк басып, басқа да достарыңызбен, әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Каналыма тіркеліп, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырсаңыз болады. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал қазір электронды түрдегі оқулықтармен, документтермен жұмыс істеу кезінде керек бөліктерін қиып алып, өзіміздің Word түріндегі документімізге немесе слайдымызға қалай қоямыз? Сол туралы мен бүгін егжей-тегжейлі сіздерге түсіндіріп беремін. Егер сіздің ноутбугыңызда PDF файлмен жұмыс істеу мүмкін болмайтын болса, онда сіз Google-ға Foxit Reader деген программаны жазып, скачать етіп, яғни жүктеп аласыз. Мінекей Foxit Reader деп ағылшынша жазасыз, скачать дегенді басасыз. Мінекей Google-дан осындай терезе ашылды, сол кезде бірінші емес, үшінші тұрғанды басамыз. Foxit Reader скачать бесплатно на русском языке дегенді таңдаймыз. Мінекей Foxit Reader приложениесі ашылды. Бұл бізге жаңа айтқанымдай PDF форматындағы документтермен жұмыс істеу үшін керек. Кез келген мұғалімде осы Foxit Reader болу керек. Сол үшін бірінші скачать деп басамыз. Осы кезде мынадай бет ашылды. Скачать Foxit Reader дегенін ғана басамыз. Егер бұл функциялардың қадамдардың бәрін орындап отырғыңыз келмесе, осы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде сілтемесін қалдыратын боламын. Осы Foxit Readerді көшірудің сілтемесін сол жерден ала аласыздар. Мінекей бізде төменгі жақта қарасаңыздар, осы жақта скачать етіліп жатыр. Әрине қазір көптеген барлық оқулықтарымыздың PDF нұсқасы бар. Оны мысалы мына жақтан оқулық кезет деген сайтқа кіретін болсақ, сол жақта да біздің барлық пәндеріміздің барлық сыныптардағы оқулықтары бар электронды түрде. Сол жерден міне оқулық кезет сайтынан кез келген оқулықтың электронды түрін скачать етіп алуымызға болады. Мінекей мына жерде біз кез келген пәнді таңдап аламыз. Таңдап алуымызға ретінде сыныбы түрі және пәні тұр. Мысалы 6-шы сыныпты алайық. Міне 6-шы сынып ашылды. Осы жерде қазақ әдебиеті, қазақ әдебиетінің түрлі оқулықтар шығады. Мысалы бізге мына оқулық керек. Осының үстінен басамыз. Сол кезде осылай шығады. Тағы да скачать PDF деп жаза. Осының үстінен басамыз. Міне тағы да осындай бет ашылады. Осы жерде скачать PDF деп соңғы рет таңдаймыз. Міне осылай ашылды документ. Осы жерде жоғары жағына қарайтын болсаңыздар, жоғары оң жақ бетінде мынау загрузить деген белгі тұр. Осының үстінен міндетті түрде басамыз. Егер бұны баспасақ, біздің ноутбугымыздың загрузки бөлімінде көрінбейді. Компьютерімізге көшіру үшін скачать батырмасын басамыз. Міне қандай атпен жазу керек? Мына жерде имя файла дегенді өзгертеміз. Мысалы 6-шы сынып әдебиет. Сохранить. Енді міне сонымен бізге керек Foxit Reader'де және мысал ретінде алған 6-шы сыныптың әдебиеті де біздің ноутбугымызға, компьютерімізге көшіріліп тұр. Үстінен бассақ ашылады. Foxit Reader'дің тілі русский деген қала береді. Окейді басамыз. Сол кезде міне далиені басамыз. Далее. Ең соңында установить деп шығады, соны басамыз. Завершить. Үлкейтіп аламыз. Открыть файл деп, мына жақта біз керек документімізді таңдап аламыз. Мысалы, менде рабочий столға шығарып қойдым. Формативті бағалау, 6-шы сынып қазақ тілі дегенді ашамыз. Осы жерде міне бізге егер слайдымызға немесе үлестірме қағаз жасағанға бір документ
сыныптың бір бөлігі керек болатын болса, соны алуымыз керек. Ол үшін жоғары жақ сол жақ бетінде главная деген тұр. Главнаяда снимок дегенді басамыз. Сөйтіп, мына жерде керек жерді белгілеп аламыз. Мінекей. Окей. Және тышқанның оң жақ батырмасын басып, копировать выделенную графику дегенді таңдаймыз. Сөйтеміз де оны апарып біз мысалы үлестірме қағаз деген документ ашып қойдым мен. Кеспе қағаздар дайындаймыз ғой, соған мінекей вставить деп қоямыз. Сол кезде міне документ болып, документімізге келіп түсті. Оқушыларға мысалы бұны бірнеше рет көшіріп алып, қойып, қалауыңызша оқушыларға беріп бөлсеңіз болады. Ал егер слайдқа қоятын болсаңыз да, мысалы кез келген слайдқа мына жерге қояйын мен. Мінекей. Жазып, теріп, суреттерді іздеп отырмайсыз. Дайын мәліметті әкеліп осы жерге слайдқа да қойсаңыз болады, жаңағындай документке де қойсаңыз болады. Сол сияқты мысалы оқулық, 10-шы сыныптың оқулығын алайық мысалы. Бұл жерден де бір мәлімет керек болатын болса, соны көшіріп аламыз. Ол үшін қазір тағы да қайталап айтамын. Мысалы міне Абай туралына бір мәлімет керек болатын болса, жоғары жақ сол жақ бетінде главная деген жерде снимок деген жер тұр. Снимок дегенді басамыз да мына жерге әкеліп, керек жерді белгілеп аламыз. Мінекей, окей. Тышқанның оң жақ батырмасын басып, копировать выделенную графику дейміз де жаңағы слайдымызға әкеліп қоямыз. Неге керек мәлімет. Бұл және бұны қалауыңызша созсаңыз болады, немесе қиып тастасаңыз да болады. Әрине ол өз қалауыңыз бойынша осылай жұмыс жасауларыңызға болады. PDF форматымен жұмыс жасау барысында сіздер білесіздер, кез келген жерді PDF бөлімінен копировать етіп ала алмаймыз. Тек қана осылай снимок арқылы ала аламыз. Снимокты таңдай отырып, міне кез келген жерін осылай белгілеп алып, тышқанның оң жақ батырмасын басып копировать деп, Word документке де, слайдқа да кез келген жерге апарып қолдана береміз. Мінекей. Керек мәліметтер осылай түсіп отырады. Бұл әрине кез келген мұғалім үшін керек, себебі біз қазіргі таңда электронды оқулықтармен жұмыс жасаймыз. Тағы да қайталап айтам, электронды оқулықтар оқулық KZ сайтында барлық пәндер, барлық сыныпқа арналған оқулықтар бар. Қалауыңызша музыканы да, алгебраны да, русский языкты да, химияны да таңдап, скачать етіп ала бересіздер. Құрметті мұғалімдер, сіздерге бүгін айтылған кеңестерім ұнаған болса, осы видеоны басқа да таныс әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыз. Лайк басып, қолдау білдіріңіз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Мен міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Электронды оқулықтармен жұмыс жасаудың тиімділігін арттыруға арналған осы видеома өздеріңіздің қолдауларыңызды білдіріп, каналыма подписация етіп жазылып қойыңыздар. Өйткені алдағы уақытта бұдан да қызық, бұдан да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.